Марқұм Салтанат Нүкенованың соңғы хаты. Сәлем жаным, мен де фотоға қарап отырмын, жүрегім ауырады. Мен сені сүйемін. Мен үшін жасаған және жасап жатқан істеріңді, еңбегіңді бағалаймын. Тырысып жүргеніңді көріп жүрмін. Бірақ ұрыс-керістен, ұдайы махаббатымды дәлелдеуден, ақталудан шаршадым. Бұл өмір емес, мен сенің ойыншығың емеспін, үнемі қуа беретін, бір нәрсені бірнеше рет қайталай беретін балаң емеспін. Егер байқамаған болсаң, мен ақымақ емеспін. Өзім білетін, меңгерген істі қалай істеу керек екенін 24-те 7 тыңдағым келмейді. Әр ұрыс-керістен кейін бірнеше күн бойы өз-өзіме келумен боламын. Сонан соң өз жұмысыммен айналысып, сені күлімдеп қарсы алуым керек болады. Шаршадым деп көр. Махаббат пен неке бақыт әкелу үшін оның іргетасы сенім мен сыйластықтан қалануы керек. Әйтпесе күш салудың қажеті қанша. Бәрі картадан жасалған үй сияқты опырылып түседі. Ақмақтарға ұқсап бір-бірімізбен алыспай, бір-бірімізге тіреу болуды үйренуіміз керек. Екеуміздің қарым-қатынасымыз жайлы көп әңгімелесетін, бір-бірімізді түсінетін сияқты едік. Соған қарамастан ұдайы тиісу мен ұрыс-керістен күйзеліп кетемін. Екеуміздің арамызда болған жанжалдарды ауыр қабылдаймын деп айтқанмын. Содан жүйкем сыр бере бастады. Бірақ мен сені сүйемін. Өз тарапымнан өз-өзімді қолға алуға, сенің өтінішіңнің бәрін орындауға тырысамын, өйткені маған сенің тыныштығың мен бақытты болғаның маңызды. Мен енді бұған шыдай алмаймын. Мен ата-анаммен бірге боламын. Олар маған бас-көз болады. Мен бір жолға кетіп барамын. Ешқандай сезімнің жоқтығын түсіндім. Сен көзіме шөп салғаның үшін кешірім де сұрамадың. Бәріне тек мені кінәлап, психологқа баруға мәжбүр етесің. Сен өзіңнен басқа ештеңе көрмейсің. Мен енді шыдай алмаймын. Кешір мені, бәрін ұмыт. Мен ата-анамның қасында боламын. Олар маған қарайды. Салтанаттың құрбысына жазған хаты. Ол менің заттарымды бермейді. Жалғыз келе алмаймын. Ағам немесе әкеммен баруым керек. Кез келген нәрсеге дайын болуым керек. Мен саған сенемін. Маған ештеңе керек емес. Тек заттарымды алып кеткім келеді. Құрбысы. Саған қалай көмектесе аламын? Салтанат. Ол мені жібергісі келмейді. Адвокаттың нөмірі керек. Ол мені жай жібере салмайды. Менде оның соққысынан кейін түскен суретім бар. Ол сурет айтында да бар. Ол жерде бетімнің сау тамтығы қалмаған. Құрбысы. Ол қашан болған? Салтанат. Мен айтымның келетінін білмедім. Ол келді де екеуі төбелесіп кетті. Айтым полиция шақырды. Құрбысы. Айтымды ұрып тастаған жоқ па? Салтанат. Ол жібермеймін деп айтты. Менің отбасымда соққыдан кейінгі сурет бар. Ол бізді сол суретпен оны бопсалап, одан ақша сұрайды деп ойлайды. Сол себепті оның да қолында маған қарсы дәлел болу үшін менен жалаңаштанып видеоға түсуімді сұрады. Ол видео оны бопсаламау үшін кепілдік болады. Білесің бе? Мен оған сен құбыжықсың деп айттым. Ол мені видеосыз жібермейтінін білдім. Құрбысы. Айтқанын орындадың ба? Салтанат. Иә, жай ғана одан кетіп қалу үшін. Менің басқа амалым болмады. Шаршадым. Мен қазір одан басқа ешкіммен араласпаймын. Ол менің әр қадамымды, әр қоңырауымды, әр хабарламамды бақылайды. Мен телефонда да артық отырмаймын. Болмашы нәрсені өшіруді ұмытып кетсем, ол сол жерде ашуланып айғайлап қорлауы мүмкін. Әбден шаршадым. Ұрыс-керістен қашу үшін үндемеймін. Және үнемі ақталамын. Менің жүйкем шыдамайды. Ол ашуланбаса болды. Ол махаббат емес. Мен оның барлығын қазір зерттеп жатырмын. Ол үшін Павлодарға қашып кеттім. Қысқасы мендегі жағдай осындай. Ары қарай не болатынын білмеймін. Оған жанымды ашиды. Жаным ашығандықтан шыдадым. Сосын Павлодарға кел. Құрбысы. Сұмдық қой жаным, бұл қалай болғаны? Салтанат. Мен 24-те 7 сағат оның айтқанының барлығын істеуім керек. Мен қарсы шықсам, Құдай сақтасын, жанжал болады. Ертесі де таңға дейін айғай-шу. Екінші рет Алматыда киімді алып кетпек болғанда, ол менің шашымды жұлып алды. Бұл жағдай бірнеше рет болған жоқ. Ол бірнеше рет менің шашымнан жұлып айғайлады. Менің шашым уыстап жылынды. Мен кетіп қалған сайын ол маған қол көтеруін қояды. Мен сол жағдайдан кейін біреуге жазуға, ол туралы немесе екеуміздің қарым-қатынасымыз туралы айтуға қорқамын. Аида, анама, Әселге, әсіресе қыздарға айтпашы. Өтінемін, ешкімге айтпашы. Құрбысы. Сені алып кетейін бе? Салтанат. Ол мені жай ғана жібере салмайды. Әкем де оның маған тыныштық бермейтінін айтты. Құрбысы. Оған не керек?
Салтанат: маған Павлодарда болған дұрыс. Оған ештеңе керек емес, мен онымен сөйлеспеймін. Мен өз айтқанында қаламын. Ол бәріне өзінің ғашық екенін айтып шағымданады. Сосын менің жаман екенімді айтады. Оның айтқандарына келісіп қайта оралмасам, кек ала бастайды. Әзірге бір апта тұрамын. Сосын анама киімдерім мен заттарым туралы айтамын. Құрбысы: ол қалай кек алады? Не істейді? Салтанат: мен де және айтымда менің таяқ жеген суретім бар. Оны бір жолы менің телефонымда тұрмасын деп айтымға жібергенмін. Құрбысы: оның қолы сынсын. Салтанат Нүкенова 1992 жылы туған. 2023 жылдың 9 қарашасында Астана қаласында өзінің жұбайы Қуандық Бишімбаевтың қолынан қаза тапты. Жатқан жерің жайлы болсын, Салтанат. Сен біздің мәңгілік жүрегіміздесің.